Алматы облысы Талдықорған қаласы номер 2 орта мектептің информатика пәнінің мұғалімі Жақсылықова Арай Жүнісбаевна. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы деректер типтері. Оқу мақсаты деректер түрлерін жіктеу. Бағалау критерийі. Деректер типтерін анықтайсыздар. Қарапайым бағдарлама кодын жазғанда айнымалы типін қолданасыздар. Балалар, бүгін біз Python бағдарламалау тілінде деректер типтерімен танысамыз. Өңдеудің нәтижесінде белгілі бір мағынаға ие болған деректер ақпаратқа жатады. Бағдарламалау тілдерінің көмегімен деректерді өңдеу үшін оларды типтерге жіктейді. Тұрақты, айнымалы және өрнектер қабылдай алатын мәндерді, олармен орындауға болатын амалдардың жиынтығын деректер типі деп атайды. Деректер типі. Python бағдарламасында қолданылатын деректер бүтін сан, нақты сан, жолдық және логикалық типтердің біріне жатады. Int бүтін сандар, қабылдайтын мәндер -27, 156, 7, 45 сандары. Float нақты сандар 25,5 деген сандарды қабылдайды. str жолдық, бұл жерде символдық мәндерді қабылдайды. Bool логикалық, ақиқат, жалған, яғни true, false мәндерін қабылдайды. Ал балалар, келесі тапсырманы орындап көрейік. Берілген деректердің типтерін анықтаңыз. Жақсы. Келесі тапсырма. Практикалық тапсырма. 3 таңбалы санның цифрлардың қосындысы мен көбейтіндісін табатын программа құрыңыз. Бұл тапсырманы орындау үшін балалар біз Python бағдарламалау тілінде код енгіземіз. Бағдарламаның коды. Бізде 3 таңбалы сан берілгендіктен A, B, C айнымалын таңдадық. Int input командасы бүтін санды енгізу. Әр айнымалыға сандарды бердік. A тен 7, B тен 12, C тен 15. 3 таңбалы санның қосындысын және 3 таңбалы санның көбейтіндісін формуласын жазамыз. Print nk нәтижесін шығару командасы. Программаның кодын жазғаннан кейін run батырмасын басамыз. Ары қарай 7, 12, 15 сандарды енгіземіз. Нәтижесінде бізде 34 шығады. 34 3 санның қосындысы. 3 санның көбейтіндісі 1260-қа тең екен. Міне балалар, осылай программаның кодын енгізіп нәтижені көре аламыз. Сіздер балалар өздеріңіз 2 таңбалы санның қосындысын және көбейтіндісін шығаратын программа құруларыңыз керек. Ал балалар, ойымызбен бөлісейік. Программалау тілінде деректерді типтерге жіктеу қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Деректер типтері туралы қандай ақпарат алдыңыз? Өз ойымызды айтайық. Рефлексия. SMS жазу әдісі арқылы бүгінгі сабаққа кері байланыс бересіздер. Оқу тапсырмасы. 3-ші тақырып 85-ші беттегі 3-ші тапсырманы орындау. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.